шешем 7 байға типті. 7 бай осы айналайын, осы отқан өзі пақайт етіп жүрмей, сол байларын ақша алмай ма? Өздері ана ірген ауыздан шіріген сөз шығады. Это во-первых. Во-вторых, өздері байға тимеген, бай алмаған әркімнен әркімді туып, содан кейін өсектеп отқан жайлары мынау. Бывший мужыма тіркелейік. Неблагодарный тварь. Потому что мен олардың балалары өзінің елін білмесе де, өзінің фамилиясын тегін білмесе де, әкесін білмесе де, мен оған тұрмысқа шықтым. Мені еще осы уақытқа тексіз деп айтты ғой, әкесі жоқ тексіз деп. Вот мен наоборот солардың түк көрмеген тексіз балаларына тұрмысқа шықтым. Не әкесінің кім екенін білмейді, не елінің кім екенін білмейді. Мен Жағалбайлымын дейді. Міне, Жағалбайлы ана кемпір вообще-то, шешесі Жағалбайлы. Семьяларында только күйеуімнің туып тастап кеткен мамасы ғана, туып тастағанда енді әпкесіне берген мамасы ғана, ол туған мамасын типа мен айтыппын. Бұл дуакеш деп айтыппын. И соны кімге мамасына айтады, сонымен деген ол кісі туған мамасы мені жек көре бастайды. Самым деле мен ондай әңгіме айтқан жоқпын. Менің енем наоборот өзінің сіңілісін дуакеш деп айтқан болатын. И менің енем, астарлы ақиқатта отқан енем. Вот, сол өзі біреуден бала туған. Сөйтіп ол бала, короче, 50 күннен кейін қайтыс болған. Бұл ішіп арқам ұстады дейма, аталарым келді дейма, сондай болған. Ошым деген больницаға жатқан, психбольницаға. Екеуін сояққа апарып тастап, қамап тастайтын болған. Сояқтан шығатын болған. Бұларды өзінің туған мамасы, кемпір бар ғой, енемнің шешесі. Вот сол өзінің күйеу баласы мен өзінің қызын наркологияға апарып беріп тастайды.